Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен бірге астау күтімі жөнінде біраз мәліметтер айтамыз. Астауды күннің астына еш уақытта қоймаңыз, күнге қақырап, араларының ажырауына себеп болады. Ағаштары қақ айырылып кетеді, күннің астында тұрудың қажеті жоқ, көлеңкі жерде сақтаңыз. Сондай-ақ қатты жел тиетін сквозняк дейді ғой, сол жерде де тұруға болмайды. Және де қатты ауа өткізбейтін затпен, салафан пленкалармен орап тастауға мүлдем болмайды. Сондай-ақ астауды майлап тұру қажет. Және де астауды тек қана қонақ келгенде ғана қолданбай, күнделікті әр асты да сала берсеңіз болады. Мәселенге палауды салсаңыз болады, манты істесеңіз мантыны да, нан салманы да бәрін сала берсеңіз болады. Сондай-ақ астауды мұздай суда емес, жылы суда жуу қажет. Және де мынандай қырларының бәрін ішіне жаңағы желінген тамақтардың қалдықтары тұрып қалады. Оның бәрін әдемілеп жуып, осындай тіс шұқығышпен жуып, болмаса тіс щеткасын арнап қойсаңыз болады біреуін. Сомен жуып, ішінен ештеңе қалдырмай, тазалап, сүртіп қоюыңызға болады. Астау ежелден келе жатқан біздің ата-бабамыздан келе жатқан табақтар бұл. Ағашта тұрған астар ашымайды, бүлінбейді деп не деген ағаш түрлері, кеселер болған, тіпті ожаулар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен әр бауырсақ пісірген сайын осы астауларға салып отырамын. Мінекей, мен бүгін кішкене бауырсақ пісірдім. Мынау бас салатын астаудың ыдысына салып тұрмын. Осылай бауырсақтың майы ішіне сіңіп, тамып, біраз уақыт тұрғаннан кейін астауда бір 4-5 сағат тұрады. Осы майымен бауырсақты ала бересіз ғой, бірақ астауда май тұра берсін. Кейін жуып тастаңыз майды жылы сумен. Өйткені осы майымен бірге апарып қойсаңыз, кейін уже күндер өте келе май біртүрлі созылмалы сағыз тәріздес болып, астаудың бетін бәрін құртады. Сондықтан да жуып тазалап қою керек. Жуғаннан кейін де өзінің ішіндегі майы жеткілікті болып қалады. Жалпы астауды кез келген тамақ пісіргенде қолдана беріңіз. Қамыр салғанда кішкене астына майлы сорпадан құйып жіберіңіз. Сонда қамырыңыз астауға жабыспай, әдемі болып түседі. Ет ассаңыз да, палау істесеңіз де, манты, хамир хасиб, нан салма, бәрін сала беріңіз. Қурма түшпәрә. Мінекей, сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова. Менің каналыма тіркеліп